Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтың Көксерек әңгімесі. Сабағымыздың оқу мақсаты шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Бүгінгі сабағымызда шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдайсыздар. Маңызды эпизодтар мен бейнелерді салыстырасыздар. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын талқылауға арналған сұрақтарға жауап берейік. Көксеректі жауыздыққа итермелеген не? Құрмаштың өліміне кім кінәлі? Әңгіме неге әженің қарғысымен аяқталады? Сұрақтарға жауап берсек, ықтимал жауаппен тексеріп өтейік. Көксеректі жауыздыққа итермелеген адамдарының қатыгездігі, ауыл адамдарының табиғатқа жасаған қастандығының салдары, әженің қарғысы, жазушының озбырлық пен қаталдыққа деген қарғысы. Бірінші тапсырма. Талқылау картасы әдісі арқылы кейіпкерлерді гуманистік тұрғыдан талдау. Кейіпкерлер көксерек, адамдар, құрмаш, аққасқа. Ендеше ықтимал жауаппен салыстырып көрейік. Кейіпкер көксерек иттермен таласады, дыбысын шығармайды, жасқануды білмейді, адамдарға шабуыл жасайды, малдарды қырады, құрмашты өлтіреді. Себебі қатыгездікке қатыгездікпен жауап береді. Адамдар бөлтіріктерді өлтіреді, көксеректі ауылға әкеледі, қасқырларға оқ атады. Себебі табиғаттың заңына қарсы шығады. Құрмаш қасқырдың бөлтірігін асырайды, көксерек деп ат қояды, тамақ береді. Жаны ашып, қамқорлық танытады. Аққасқа қасқыр алады, көксерекпен айқасқа түседі. Ауылды төс тағыларынан қорғайды. Жарайсыздар, сіздердің де жауаптарыңыз осы жауаппен сәйкес деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Екі түрлі түсініктеме күнделігі арқылы маңызды эпизодты салыстырыңыздар. Көксерек әңгімесіндегі маңызды эпизод.
Неліктен бұл үзіндіні маңызды деп ойлайсың? Себебі? Сұраққа жауап берсек, ықтимал жауаппен салыстырып көрейік. Көксерек әңгімесіндегі маңызды эпизод. Үн аузынан екі аяқтылар жыбырлады. Жып-жылы, мықты тұсаулар мойнынан, жотадан ұстап, бар күшікті сыртқа алып шықты. Жеті күшіктің бесеуін көздеріне қарап отырып өлтірді де, екі кішкенесін тірі қалдырды. Неліктен бұл үзіндіні маңызды деп ойлайсың? Себебі табиғатқа қастандық жасауға болмайды. Тіршілік иелеріне қамқорлық таныту керек. Жарайсыздар, тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Салыстыру кестесі әдісі арқылы көксерек пен аққасқаны салыстырыңыздар. Ендеше жауабымызды ықтимал жауаппен салыстырайық. Көксерек жуандап, жонданған, мойны күжбейген, өсіп жетілген, бойы биіктеген. Аққасқа, қасқырға ұқсас, көкшілдеу келген, табаны жуан, маңдайы шақшиған ақмаңғал қасқа арыстан бейнесіне ұқсайды. Ұқсастығы екеуінің сыртқы келбеттері ұқсас. Мінезі көксерек қатал, мейірімсіз, ашулы, ызақор, қайсар. Аққасқа ашулы, өжет, қайсар, қабаған, қайтпас, сіркесі су көтермейтін ызалы. Ұқсастығы екеуі де ызақор, батыл, қайсар, өжет.
Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызда шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдай білдіңіздер. Маңызды эпизодтар мен бейнелерді салыстыра алдыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.